N27 орта мектептің 4-ші Б сынып оқушысымын. Құтты болсын жеңіс күні ағайын, көптен күткен ұлы күнде жар салайын. Ата бабам қан бергізіп шайқасқан, ата бабам намыс бермей айқасқан. Күнін қарсы алайық бәріміз, жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер аталарға мың алғыс. Барша халық жеңіс күнін тойлайды, жас сәбилер думандатып ойнайды. Ардагерлер көздеріне жас алып, ұрпақтардың амандығын ойлайды. Менің атам Сулейманов Мараттың әкесі Сулейманов Әлімхан Сүлейменұлы 1896 жылы Астрахан облысында дүниеге келген. Ол 1942 жылы 9 наурызда Ұлы Отан соғысына майданға аттанған. Атам қан майданында ерлік көрсетіп, 1943 жылы 11 ақпанда қайтыс болған. Жерленген жері Ресей мемлекетінің Твер облысы. 2014 жылы әкем Сулейманов Нұрлан Твер қаласына барып, атамыздың жерленген жерін көріп, аталар рухына тағзым етіп, Қазақстанның бір уыс топырағын апарды. Бұл біз үшін ұрпақ алдындағы басты борышымыз деп білеміз. Осылайша біз ұлы жеңіс үшін қан майданында өзінің өмірін қиған атамызды мәңгі мақтан етеміз.